Сәлем достар, мен сіздермен бүгін 1992 жылы шыққан Ушерп атты фильмге бірге шолу жасайтын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып лайк басып қолдап отырыңыздар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Бұл фильмде доктор Стивен Ұлыбритания мемлекетінде ұлттық министр болып жұмыс жасайтын. Доктор Стивеннің отбасында оның әйелі, қызы және Мартин есімді ұлы болатын. Стивеннің Мартин есімді ұлы журналистика саласында қызмет атқаратын. Доктор Стивен бір іскерлік кездесуде Анна есімді француз қызымен танысып, ол Анна Стивеннің ұлы Мартиннің жақын танысы болып шығады. Сол жерде доктор Стивен және Анна екеуі тез тіл табысып кетеді. Осыдан кейін Мартин Лондондағы әке-шешесінің үйіне өзімен бірге Аннаны ертіп келіп, Аннаны әке-шешесімен жақын таныстырмақшы болады. Және осыдан кейін Анна Мартиннің отбасымен бірге дастархан басында отырып тамақтанады. Осыдан кейін Стивен мен Анна жасырын төсекте қалағандарын жасап рахаттанады. Және осыдан кейін Стивен мен Аннаның арақатынасы жақындай түсіп, олар бірнеше рет төсекте қосылып рахаттанады. Осыдан кейін доктор Стивен Брюссельде мемлекетаралық саммиттен кейін Аннамен кездесу үшін Парижге келіп, Аннаның үйінің алдындағы қонақ үйге орналасады. Одан кейін Стивен қонақ үй терезесінен Анна мен ұлы Мартиннің не істеп жатқанын бақылап тұрады. Сонда Стивен Аннаны қатты ұнатқаны соншалықты оймен төсек қатынасында болғысы келіп, және Стивен Анна үшін ұлы Мартинмен сөзге келіп қалуға да дайын болатын. Бұдан кейін Анна Стивенмен жолыққан сәтте біз алдағы уақытта төсекте рахаттанып тұрамыз деп уәде береді. Бұдан кейін Стивен Аннаның үйіне барады. Сол кезде Аннаның үйінде Питер есімді жігіт болатын. Осыдан кейін Анна Стивен мен Питерді оңаша қалдырған сәтте Питер Стивенге мен Аннамен біраз уақыттан бері төсекте болғанмын дейді. Сонда бұны естіген Стивен іштей ыңғайсызданып қалады. Осыдан кейін Стивен Аннамен оңаша қалған сәтте Аннадан Питер жайлы сұрайды. Сонда Анна өзінің ағасы болғандығын, уақыт өте келе ағасының қайтыс болып, сол уақытта Анна ағасын қатты сағынып, одан кейін Питермен төсекте жақындасқанын және Питерді жақсы көрмейтіндігін айтады. Осыдан кейін Стивен Аннаны жұбатып, және Аннамен төсекте қосылып рахаттанады. Осыдан кейін Стивен өзінің қызының туған күнін тойлау үшін қала шетінен жалдамалы пәтер жалдап, сол үйде Стивен отбасымен және Аннамен қызының туған күнін тойлайды. Сонда дастархан басында Стивеннің ұлы Мартин жақын арада Аннамен үйленетінін отбасында жарлайды. Мартиннің бұл жаңалығы әкесі Стивенге ұнамаған болатын. Осыдан кейін Стивен Аннамен сарайда оңаша қалып, екеуі төсекте қалаған жасап рахаттанып жатқан сәтінде оларды Стивеннің қызы көріп қалады. Сонда Стивен қызына «Сен жаман ойлап қалма, мен Аннаны жұбатып жатқан болатынмын» деп алдайды. Содан кейін Анна Стивенге «Бұл хикаямызды тоқтатайық» дейді. Олардың бұл төсектегі қатынастары қауіпті болғандықтан Анна Стивенді соңғы рет қосылу үшін Стивенге өзінің ескі пәтерінің кілтін қалдырады. Осыдан кейін Стивен мен Анна ескі пәтерді төсекте қалағандан жасап рахаттанып жатырған сәтінде олардың үстіне Стивеннің ұлы Мартин келіп, бұны көрген Мартин сол жерде шок болып, Мартин екінші қабаттан жерге құлап, сол жерде қайтыс болады. Бұл жазадан кейін Анна сол жерден кетіп қалады, ал Стивен болса баласын құшақтап жылап қала береді. Осы болған жағдай бүкіл жаңалықтарға тарап масқара болады. Сонда Стивеннің әйелі қайғыдан құса болып, Стивенге «Сен мені жақсы көрдің бе? Мен сенімен ажырасуым керек» деп Стивенге дауыс көтеріп тастайды. Осыдан кейін бұл жаңалық бүкіл жерге тарап, Стивен өзінің жұмысынан шығуға мәжбүр болады. Осыдан кейін Стивен Аннамен кездесіп, Анна Стивенге ештеңе демейді. Осы жағдайлардан соң Стивен Еуропаның басқа қаласына қоныс аударып, Стивен өз жазбасында Аннаның Питерден бір баласы бар екендігін жариялайды. Содан кейін Стивен бөлмесінде Анна және Мартинмен түскен суретін іліп қояды. Осымен фильм аяқталады. Видео ұнаса арнаға жазылып лайк басып қолдап отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.